Сәлем баршаңызға, сіздермен дәрігер Бағзат Сейтқазұлы. Бүгін мен осы видеороликті артериялық қан қысымы бар кісілерге арнағым келіп тұр. Кім өзінің давлениясынан, өзінің жоғары қан қысымынан айырылғысы келетін болса, дәрісіз, дәрі-дәрмексіз, ешқандай химиялық препаратсыз, үй жағдайында осы мәселе сөйлесетін боламын. Сол себепті осы видео өте қызықты болады. Каналға кіріп лайк басып, комментарий жазып кетіңіз. Ал мен бастаймын. Қараңыздар, артериялық қан қысымы көтерілген кезде адамдардың білесіздер, көбінесе құлақтары шыңылдайды, бастары ауырады, желкелері тартады, және де жүректері қатты соғуы мүмкін, жайсыз сезіну мүмкін, бастары айлануы мүмкін деген сияқты неше түрлі симптомдар алып келеді давление. Ең жаманы бұл жерде артериялық қан қысымы көтерілген кезде, бізде медицинада бұл терминді криз деп атайды. Осындай артериялық қан қысымы криз болған кезде көбінесе пациенттер инсульт болмаса инфаркт алып қалу ықтималдығы өте жоғары болып өсіп кетеді. Біз әрқашанда өзіміздің қан қысымымызды жақсылап контрольға алып, күнделікті, мысалға, егер давление өлшейтін аппараттарыңыз болмаса, мен электрондық, болмаса осы жерге тағатын, болмаса қолға тағып өлшейтін неше түрлі қазір мықты технологиялар дамып кеткен, сондай аппараттар бар. Ешкім екінші адам шақыру керек емес, әшейін отырасыз, тағасыз манжетін, бассаңыз өзі көрсетіп береді давлениеңіз қанша болып тұрған. Ал енді мен осы видеоның ерекшелігі, қазір айтайын деп отқаным, үй жағдайында қандай затты ішетін болса, бір напиток туралы айтам, ішетін зат туралы айтам, соны егер қайнатып ішетін болсаңыздар, сіздердің қан қысымдарыңыз нормаға келіп бастайды. Сол себепті осы видеоның соңына дейін қараңыз. Қазір мен бәрін тап-тинақтығып, басынан бастап соңына қарай айтам бәріне, қандай дәрі, қалай ішу керек екен. Ал енді давленияның тағы бір жаман жері, давление кімде пайда болады? Бұл көбінесе біздің почкамызбен связаны болуы мүмкін. Давление, егер сіздің бүйректеріңізбен проблема болатын болса, онда давлениемен де проблема болады деген сөз. Өйткені бұл жерде ренина-анзитивный система деген бар. Сол система жұмыс жасайды. Егер давлениясы жоғары кісілерде көбінесе осы система бұзылған, сол себепті давлениялар жоғары болады. Екінші версия, біздің давление пайда болуы, бұл біздің бүткіл ағзамыздағы сосудтарының интимдары, сосудтарының, то есть ішкі және сыртқы құрылыстары дұрыс ритмде жұмыс істемеген үшін. Байқасаңыздар, давленияға қандай адамдар ұшырайды? Біріншіден, артық салмағы бар адамдар. Екіншіден, өмірінде стресі көп адамдар. Үшіншіден, дұрыс емес тамақтанатын адамдар болып табылады. Егер сіз өзіңіздің өміріңізде осы үш фактор болатын болса, демек бұл жағдай уақыт келе обязательно давлениеға алып келеді деген сөз. Неге дейтін болсаңыз, мысалға стресстің өзін алып қарайтын болсақ, адам күйзеліске түскен кезде, болмаса депрессияға түскен кезде, біздің иммундық жүйемен қоса гормоналдық фон да өзгере бастайды. Сол себепті біздің нервный системамыз дұрыс емес жасағаннан кейін, гормоналдық фондарымыз да дұрыс емес жұмыс жасағаннан кейін, бұл жерде сосудтарымыздың да ритмі бұзылады. Негізі білесіздер ғой, біздің ағзамызда жүректен бастап, жүрек соққан кезде кәдімгідей денеміздің барлық сосудтары жұмыс істеп тұрады. Жүректі мықты қылатын сосудтар, бұл біздің екі аяғымыз. Егер адамның екі аяғы слабы болатын болса, үлкен бұлшық еттер, аяқтағы былай, орысша айтқан кезде ляшка деп айтады ғой. Егер ляшкаларыңыз, бұлшық еттеріңіз аяқтарыңыздағы өте әлсіз болатын болса, өте кішкентай болатын болса, кейбір адамдарда мынандай да, мен өзім пациенттерімді байқаймын оны. Денелері үлкен да, май болып келеді, жоғары жақтары, осылай май болып келеді, аяқтары жіптіктей кішкентай болып қалады. Аяқтары өте әлсіз. Обязательно бұндай адам бәрінде давление бар деген сөз. Өйткені
қан айналымменен бұл жерде мынау біздің надпочечник деген бар. Бүйрек үсті безі деп айтады. Сол бүйрек үсті безінің гормондары адреналин, норадреналин тағы басқасы дұрыс емес жұмыс жасайды. Сол себепті біздің мынау аяқтарымыз әлсіз болғандықтан давлениямыз пайда болады. Егер де давлениеден арылғыларыңыз келетін болса, онда біз ең біріншісі мынау аяғымызды шынықтыру керекпіз, аяғымызды мықтыру керекпіз. Сол кезде жүрекпен қоса мынау жүректің нагрузкасын алатын бұл біздің екі үлкен бұлшық еттеріміз аяқта. Егер осы сандағы бұлшық еттеріміз шынықтыратын болсаңыз, онда уақыт келе сіздің сосудтарыңыз да мықты болады және жүрегіңіз де мықты болып бастайды. Өйткені жүректен кейінгі қанды айдайтын орган, жүректен кейінгі қанды жоғарғы және төмен қарай түсіретін орган бұл бізде осы санымыздың бұлшық еттері болып табылады. Ал енді мынау давленияны түсіретін таблеткалар туралы сөйлесейік. Мен өзім практикамда бар, кардиологтарға жіберген кезде де адамдарды, болмаса өзіміз назарчет еткен кезде де мынау медицинада давленияның дәрілерін постоянно основада күнделікті түрде ішу керек болады. Өмір бақи ішіңіз деп айтамыз да біздер. Неге дейтін болсаңыздар, мынау бүткіл таблеткалар давления түсіретін бұл үлкен бизнес болып табылады бір жағынан, фармацевтический компаниялардың бизнесі болып табылады. Көбінесе осы давление түсіретін таблеткалар, бұлар біздің уақытша ғана давленияны түсіріп, кейін қайтадан көтеріліп кетеді, таблетка іше беретін кезде. Таблеткалардың минусы, таблетканың сол жаман жақтары осы. Жақсы жақтары біздің криз кезімізде аман алып қалуы мүмкін. Өйткені егер давлениеңіз 200-ден асып тұрған болса, 220 болып тұрған болса, сізге таблетка ішпесеңіз, демек криздан жаман последствияға, жаман жақтарына алып келуі мүмкін. Сол себепті еш уақытта осындай кризға дейін жеткізбей, егер таблетка ішетін болсаңыз да таблеткаңызды ішу керек болады. Мынау қазір мен өте маңызды зат айтам. Көп адамдарда осы давление таблеткаларын ішіп бастаған кезде неше түрлі денсаулықтармен проблемдер басталады. Мысалға, оларда болмаған жөтел пайда болуы мүмкін. Бүйтіп деп жөтеліп жүреді. Соның врачтарға барады, мен жөтеліп жатырмын, осы өзінен өзі басталып кетті, түсінбей жатырмын дейді. Соның врачтардың басы қатады, неге жібереді? Флюорографияға жібереді, рентген түсіреді, өкпелерін түсіреді, асқазандарын түсіреді, тағы басқасын бәрі жерін түсіреді, анализға жібереді, бәрі тап-таза шығады. Бұл жерде проблеманың бас себебі неде болып тұр сонда? Өздеріңіз ойлағаныңызда, бұл мынау таблеткалардың побочный эффекті. Мысалға, көбінесе давленияны түсіретін таблеткалардың почти 80% побочный эффектісін оқитын болсаңыздар, кашель деп жазып қояды, жөтел деп жазып қояды. Осы именно таблетка ішкен үшін сізде жөтел пайда болуы мүмкін. Сол себепті инструкциясына мұқият қарап оқыңыздар. Болмаса кейбірлерде болмаған аллергия пайда болуы мүмкін. Болмаса кейбірлердің болмаған бұрында ұйқылары жақсы еді, қалай таблетка ішіп бастады, ұйқылары бұзылды. Сол себепті бұл жерде таблетка ішетін болсаңыз да өзіңізге жағатын таблеткаларды таңдаған дұрыс. Ал енді мен айтып жатқан информация мынау адам ағзасындағы жаңағы таблеткасыз, ешқандай дәрісіз, химиясыз давленияны түсіретін затты айтқым келіп тұр. Қазір дайынсыздар ма? Қазір айтамын. Осы айтқан затында обязательно бір жерге жазып, болмаса естеріңізде сақтап алыңыздар. Бұны аты каркаде деп аталады. Бұл мынау гибискус деген растение бар әлемде. Сол гибискустың листочектарынан алынатын, солардың жапырақтарынан алынатын, блистеровая магазинде сатады, қызыл түсті каркаде деген затты. Бұл каркаде мынау научный исследованияларға қарап, осы жерден алдым даныларды. 150 пациенттерді алған, зертхана жасаған, ғылыми жұмыс жасаған кезде үлкен топ адамдарды алған, көп адамдарды алған. Соның арасынан тең жартысына каптоприл және болмаса лизинаприл деген дәрілер бар. Білесіздер ғой, каптоприл, лизинаприл деген өте үлкен мықты дәрілер, давленияны жақсы түсіреді.
сол каптоприл мен лизенприл берген, екінші группаға тек қана каркаде суын берген. Қайнатылған каркаде суын системді түрде берген, жаңа ішуге, иә. Содан кейін алып қараған кезде бір шама уақыттан кейін 150 болып тұрған давление 130-ға дейін түскен каркаде ішкендерде. Ал лизнаприл ішкендерде де 150 болып тұрған давлениялар 120-ға түскен. Сол кезде айырмашылығы қатты көп емес. Не лизнаприл іш, не каптоприл іш почти бірдей болып тұр, екі жағда. Сонда бұл жерде ғылыми дәлелденген источниктар бойынша мына каркаде сусыны біздің көк шай дейді ғой, көк шайдан да мықты болып табылады. Және де көптеген мынау давление түсіретін шайлардан да мықты болып табылады. Сол себепті мынау каркадені егер сіздер дұрыстап дайындап ішетін болсаңыздар, сіздердің давленияларыңыз, сіздердің осы қан қысымдарыңыз орнына келуі әбден мүмкін. Енді қазір мен сіздерге қалай дайындау керек екенін айтамын. Каркадені дайындаған кезде мынау қан қысымын түсіру үшін міндетті түрде каждый каркаденің сыртында өзі шығарылатын несі болады ғой, салафанда, артында инструкциясы болады. Сол инструкциясы бойынша осындай стаканға өздеріңіз заварить етіп, қайнатып ішесіздер. Ал енді бұл каркадеге еш уақытта сахар қоспаңыздар, болмаса мед қоспаңыздар. Өйткені егер сахармен болмаса, медпен болмаса тағы басқа варенье қосу мүмкін кейбірлер тәтті қылатын бір дәмдеуіштер қосу мүмкін. Солай қоспасыз қайнату өте маңызды және қоспасы ішу керек. Өйткені сахар түсетін болса каркаденің ішіне, болмаса сахарды қосатын болсаңыз каркаденің ішіне ішкен кезде, онда бұл біздің қан қысымымызға ешқандай әсер етпейді түсуіне. Өйткені бұл жерде уже ағзаға қан түскеннен кейін қанттың уровені көтеріледі. Білесіздер, қанттың уровені көтергенде мына біздің бүткіл сосудтардың интимдарына дұрыс емес жағдай жасайды. Сол себепті еш уақытта каркадені сахармен болмаса басқа заттармен араластырып ішпеңіздер. Тек қана каркадені өзін қайнатасыздар да күнделікті түрде 2 болмаса 3 стаканнан ішіп тұрасыздар. Мысалы, азанда іштіңіз, обедте іштіңіз и кешке іштіңіз. Содан кейін осы каркаде ішіп бастағаннан кейін мен өзім эффектісін көргім келіп тұр. Сол себепті комментарияға обязательно жазыңыз. Мен каркаде, мысалға былай жазасыздар. Мен каркаде ішіп жүрген 10 күн болды. Давлениям 150 еді, қазір 120-ға түсті деген сияқты. Сөйтіп эффектісін осы оқырмандарым, осы подписчиктерім сіздер арқылы білгім келеді. Сол себепті обязательно осы комментарияның астына жазыңыздар, бөлісіңіздер эффектісімен, қалай болып жатсыз, қалай сезініп жатсыз, түсірді ма, түсірген жоқ па. Ал егер сіз мен жеке консультацияны алғың келсеңіз, осы жаққа номер телефон жазып қойын, болмаса мына ссылканың астында мен номерім бар, WhatsApp, соған өтіп WhatsApp-ма жазып, болмаса аудиозапись жасасаңыз болады. Мен сіздерді алдын ала консультацияға жазып, содан кейін анализдеріңізді, УЗИ-ларыңызды бәрін қарап, назначение лечениясын жазып беремін. Ал егер сіздер мынау бауыр ауруы болмаса сахарный диабет деген сияқты көптеген осындай проблемаларды шешкіңіз келсе, осы туралы видеолар көргіңіз келсе, мына 2 видеоны ашып қарасаңыз болады. Ал егер осы видео сізге қызық болған болса, лайк басып каналға тіркеліп, комментарий жазып кетіңіз. Сіздермен болған мен, дәрігер Бағзат Сейітқазыұлы. Сау болыңыз.